Баршаға ассалаумалейкум. Құрметті көрермендер, жалпы биогумус жайында қызығып жүрген және айналысқысы кеп жүрген осы биогумус кәсібімен шұбалшандар жалпы сол кісілерге арналады. Біршама эксперименттер жүргізілді, әртүрлі өсімдіктерді, көшеттер егілді, листья салат, петрушка, жалпы сол биогумустың әсері қандай болды, соны осы видеода көретін боламыз. Биогумус салдым, енді болды, мол өнім аламын деген ой болмау керек, себебі өсімдіктер біршама аурулармен ауырады екен. Жалпы айтқан кезде жаңағы тіля дейміз, солар басып кетеді, құрмысқа басып кетеді, және фитофлора дейді помидорлар, фитофтороз ба. Содан соң бізге сапалы дән керек. Егер дән сапасыз болса, демек біз жақсы нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Мына жерде болгарскийден бастайық. Мінекей. Болгарскийлер жалпы күн ыстықтан жапырақтар сарғайып, біршама, кейін жаңағы тіля жеді, бұны басқа қылды. Оның үстіне мынау жаңғақтың астында, жаңғақтың әсері де бар, көлеңкі болады біршама. Сондықтан бұлардың несі, жағдайлары мінекей ауырады. Астына биогумус салынды, өсу жақсы, бірақ қараңыздар, мына жапырақтар сарғайып, бір үсіп сондай болады. Бұған дәрі шашу керек уже. Келесі огурциміз жаңағыдай. Астын көрдіңіздер ма? Қандай ауру. Биогумус салдың не, самадың не, жалпы осындай зиянкестер бар. Мінекей. Сондықтан бұлар не істейді? Ауырады. Суғару мәселесі бойынша да өткенде бір 10 күндей ма үйде болған жоқпын. Сосын суғару сәті жалпы қараусыз қалды. Бұлар жөнді өнім бермей жатыр. Мінекей қаптап кеткен. Бұны жұлып алып тастау керек. Мына жерде батат өсімдігі керемет нәтиже. Бұның өсуі өте тамаша екен. Ешқандай ауырмайды, сырқамайды, басқа қылмайды, жаңағы тіля деген бұған ошын жоламайды екен. Өте тамаша. Және егер осы жерден мен үзіп, басқа жайға қондыратын болсам, оған тамыр шығудың қажет жоқ. Жалпы өніп кете береді екен. Мінекей. Өткенде осы жерден жұлып алдым. Және мына жерге еге саған едім. Не істеді? Әдемі болып өсіп жатыр. Өте тамаша өсімдік екен. Жалпы осыны ексеңіздер болады. Сосын биогумусқа жақсы нәтиже көрсеткен листья салаттар қазір бір 5-6 қалды, жалпы ұрықтыққа. Мына жақта ұрықтары, дәндері пісіп жетілді. Бұны жалпы жинап алу керек енді. Және ексе болады. Жақсы өсті. Өте тамаша өсті. Мына жерде анардың дәндерін үйге әкеліп келіп сала салғанмын. Жақсы өсіп жатыр. Енді Құдай қаласа күзге таман жаңағы басқа жайғастырып, бөліп егіп тастайтын боламын. Өте тамаша, мұндай дөу бір анардың дәндерін саласағам, өсіп шықты. Черешнямыз жағдай жаман емес. Мінекей. Өте тамаша. Бізде білетін болсаңыздар, сар топырақ тас болып қалады. Соған қарамастан тамаша өнім алайын деп жатыр мына жерден. Бұл кабачки. Кабачки дегеніміз жалпы өте тамаша болады екен. Мінекей, мына жақта бір несі бар. Өнімі 1 килодан асатын шығар. Және мына жерде бар. Мінекей. Бұларды уже жұлып, не қылса болады қазір. Біреуін жұла салайық.
Әне. О, көрдіңіздер ме? 4 күнде осылай өсіп шықты. Өткенде осындай кішкентай еді, жақсылап суғарып не қылдым. Бұлардың түбіне шамамен 5 литрдей, 6 литрдей бегумус салынды. Таза бегумус. Осы жерді қазып еккенмін. Өте тамаша, қараңыздар. Кабачки жақсы өседі екен. Бұғанда жаңағыдай шіркей анау-мынау жақындай бермейді. Ауырмайды екен, басқа қылмайды. Тек қана суын суғарып тұрсаңыздар, астына бегумус салып. Болды, не істейді, өсе береді. Баклажандар өнім сала бастады. Онша-мұнша ауыра бермейді бұл. Жаңағы әдемі. Болгарский сияқты. Бірақ болгарский жаңағыдай азырақ ауыратыны бар. Келесі помидор. Бір шама ауырды, басқа қылды, дәрі септім. Сосын жөнді қараймадым, жалпы, шыны керек. Бірақ өнім салуы өте тамаша. Меніке арасында қызарып атқандары бар. Бұлар негізі капельный полив емес, жаңа арқпен жақсылап көбірек суғару керек болды. Мен судан қысып қойдым бұларды негізі. Судан қысып қойдым, басқа қылдым. Жоғарыда бізде мен помидордарды еккем, басқа сорт. Бұл өсуі жақсы, бірақ бір түйін жоқ. Бір-екеуі бар енді. Бірақ айтарлықтай қарқынды өнім беріп жатқан жоқ. Мүмкін күзге таман алып кететін болмаса, жалпы өнім салу өте аз. Сортқа да байланысты екен. Еккен кезде біз жақсы сорттарды таңдағанымыз дұрыс. Жаңағыдай.